Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz Türkiye'nin en жарқын бағыттарының бірі Алания қаласындамыз. Көгілдір теңізі, алтын жағажайы мен таулар құшағында орналасқан бұл қала демалыс пен сұлулықтың нағыз үйлесімі. Дайын болсаңыздар, сіздермен әдеттегідей Диана және де біз саяхатымызды бастаймыз. Саяхатымның реттілігі түсінікті болу үшін ең алдымен қалай жеткенімен бөлісейін. Әлі Аланияға тікелей рейс болмағандықтан, Алматыдан Анталияға ұшып, Анталиядан Аланияға автобуспен жеттім. Ал достар, біз қазір Анталияның автовокзалына, яғни автобекетіне келіп жеттік. Осы жерден қазір 3 сағатта автобуспен Аланияға жететін боламыз. Бір кіші Аланияға қанша? Saat 11'de. Saat 11'de. Аха, қанша лира? 450. Жалпы алғанда Анталияға 5,5 сағат ұшу, сосын 3,5 сағат автобуспен жету сәл қиынырақ. Сондықтан біздің жақында орындалатын тікелей рейстермен жетіп алуға кеңес беремін. Рейстер бойынша толығырақ ақпаратпен қазір бөлісемін. Ал достар, Алания, яғни Гази-Паша халықаралық әуежайына Қазақстанның тікелей 2 қаласынан рейстер орындалатын болады. Астанадан 11 мамырдан бастап әр дүйсенбі және бейсенбі күндері, ал Алматыдан әр сәрсенбі және сенбі күндері. Алания жерорта теңізінің жағасындағы ең көркем курорттарының бірі. Мұнда көне тарих пен заманауи демалыс ерекше үйлесім тапқан. Шынын айтсам, Аланияны тек құрлықтан көру, бұл тек жарты көрініс. Нағыз Алания теңізден басталады. Бұл кемеге арнайы турлардың билетінің бағасы өзіңіздің алатын жаңағындай таңдауыңызға, талғамыңызға байланысты. Мысалы, 2 сағаттық турлар бар, 4 сағаттық, 6 сағаттық немесе кешкі түнгі, яғни диско турлар бар екен. Сонымен қатар билеттің бағасына өзіңіз білесіз, түскі ас қосасыз ба, кешкі ас қосасыз ба, немесе сусындар, алкогольді сусындарды қосып алуға болады. Жалпы орта есеппен $15 басталып, $50 шамасында жалпы билеттің бағасы қамтылады екен. Достар, Аланияға келіп тұрып, мен қалай суға түспей кетем? Қазір теңіздің ортасында тұрмын, сондықтан да сіздер дайын болсаңыздар, мен дайын. Ал мен кеттім. Ал бүгін бізде түскі асқа балық екмек күтіп жатқан уақытта қазір бізге осындай тіске басарлар алып келді. Менің қолымда горох, осындай тура жапырағынан алып тұрып жейді екен. Өте дәмді. Алдымда тұрған үлкен бұл балық емес, бұл салат. Өте үлкен порцияда. Және де жеке түрік салаты, каякуру, маринадталған шөп десем қателеспеспін. Таулы аймақта өсетін өте ағзаға пайдалы салат. Ал біздің қуырылған балығымызға келіп қалды. Бірінші түрі бұл қуырылған барбуын. Аха, екіншісі бізде мерджан. Teşekkürler, abi. Ekmek arası. Балық екмек. О, мен оны сағынып келдім. Балық екмек. Қазір дәмін көретін боламыз. Dorada. Мә, қанша бал. Teşekkürler, çok teşekkürler. Порция енді үлкен. Өте ыстық, өте дәмді. Мен артында тұрған маяк қаланың символы десем қателеспеспін. Себебі күндіз әппақ болып көзге бірден түссе, кешкісін өзінің шамдары жанып, елдің назарын өзіне аудартады. Жалпы бұл локация маған ерекше ұнады, себебі өздеріңізбен келіп ыстық шай алып, күн батқан кезде осылай тасқа отырып, теңізбен тамсанып, маякқа қарап бір күшті уақыт өткізуге болатын таптырмас орын. Аланияның жергілікті тұрғындары өте қонақжай, әрдайым күлімсіреп қарсы алады. Мұнда өмір асықпай өтеді. Адамдар шай ішіп, әңгімелесіп, әр сәттен ләззат алуды біледі.
Осы атмосфераның өзі Аланияны ерекше жылы әрі жайлы етеді. Жергілікті валюта түрік лирасы. Демалуға өзіңізбен қолма-қол доллар валютасын апарып айырбастауға немесе картамен төлем жасауға да болады. 1 лира шамамен алғанда 10 теңге, ал 1 доллар 43 лира. Кет қыдырамыз. Өз басым базар десе жаным кіреді, сондықтан қазір біз кешкі базарға келдік. Жалпы бұл базарда сіздер барлығын табасыздар. Киім-кешек, тәттілер, сувенирлер, алтын күміс, әшекей бұйым, жалпы барлығы осында. Жалпы қызық орын. Базардың енді өздеріңіз білесіздер, вайбы бөлек, және де міндетті түрде саудаласудан ұмытпаңыздар. Достар, адам аз деп ойлап қалмаңыздар базарда. Мен жай ғана ерте келдім. Өйткені білем ғой, адам көп болса, саудада өте саудаласу яғни кішкене қиынырақ болады. Сондықтан да ендеше үйге сувенирлер алайық. Қалада қонақ үй, хостел, жалға пәтер алып қоныстануға болатын бірнеше қосымшалар бар. Атап өтсек, booking.com, Airbnb, Agoda және trip.com. Әр YouTube влогымда мен қайда орналасуға болады деген сұраққа жауап беруге тырысамын. Және бұл саяхатында менің таңдауым Демонор қонақ үйі. Іздеу парағына Алания деп жазып, өзіңізге ыңғайлы бағада, қажет локацияда қоныстануға болады. Әдеттегідей номеріма рум-тур. Ал төсектің жұмсақтығын бірге тексерейік. Өте жұмсақ. Күшті қойна төсек. Және де осы қонақ үйдің өзінің жеке жағажайы, осындай әдемі тамақ ішетін орны, сонымен қатар кішігірім әдемі бассейні бар. Ал Гази-Паша халықаралық әуежайында не бар екенін қарастырайық. Әуежай шағын болғанымен, ішінде бар қажеттіні табуға болады. Мысалы, жалға көлік алатын каршеринг офисі, үлкен кәдесый дүкені, ақша айырбастау пункті және duty free. Және ең ыңғайлысы, трансфер қызметтерін пайдалансаңыз, сыртта сіздерді осылай табломен күтіп тұрады. Tekrar hoş geldiniz Alanya'mıza. Алания Гази-Паша халықаралық әуежайынан 30 минуттық жерде орналасқан. Қонақ үйіңізге сары таксилермен жетіп алуға болады, немесе осындай автобустар қатынайды. Аланияның дәл орталығына дейін осы әуежайдан бастап осындай арнайы автобустар жүреді екен. Бағасы 310 лира адам басына, және де лезде менің ойымша тездетіп жетіп алуға болады. Егер де трансферіңіз болмаса, бұл өте ыңғайлы. Ал достар, өздеріңіз білесіздер, түрік тәттілерінің әр адамның өмірінде орны бөлек, сондықтан да қазір біз өтіп бара жатыр. Оба екмек деген кішігірім дүңгіршекке келіп қалдық. Достар, бұл наубайхананың айырмашылығы. Ана тұрған табличка көріп тұрсыздар ғой. Ешкім аш қалмайды деп жазылып тұр. Сонда бұл жақта адамдар нан алған кезде, тәтті алған кезде міндетті түрде мысалы, біреуін үйге алса, тағы екеу үшін төлеп кетеді екен. Сосын арнайы осындай жәшіктерге қойылады екен. Осындай нанға мұқтаж адам, тәттіге мұқтаж адам осы жерден келіп тегін алып кете алады. Бұл жалпы өзінің кішігірім түрік дәстүрі, яғни традициясы десем қателеспеймін. Достар, біз қазір сіздермен бірге парапланда ұшатын боламыз. Аланияны дәл алақандағыдай көрініспен мен сіздерге көрсететін боламын. Дайын болсаңыздар, біз де дайынбыз. Қазір менің инструкторым парашютті дайындап жатыр. Бұндай әдемілікті көру әрине қорқынышты, бірақ та егерде батылдық жинап, жалпы келуге тұрарлық.
Ал достар, аман есен қондық. Осылай 20-15 минут бұрын біз Аланияны дәл төбесінен алақандағыдай көрініспен көріп шықтық. Бұл әрине бөлек экстрим, әркімнің батылдығы жете бермейді, бірақ та міндетті түрде осыны өз басыңызбен көріп, жалпы осы экстримді сезінуге мен кеңес беремін. Қазір менде кішкене шок болып тұр, кішкене демалып алу керек. Сондықтан да бұл бөлек сезім. Кеттім. Қаладағы көлік қозғалысына келетін болсақ, жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша автобуспен қатынау ыңғайсыз. Себебі барлық локация бірінің қасында бірі орналасқан, қала өте кішкентай, яғни компактный, өте ыңғайлы. Ал егер діттеген жеріңізге таксимен барам десеңіздер, әрбір 500 метр сайын осындай кішігірім қорапшалар орналасқан. Осы жасыл кнопканы басу арқылы 2-3 минуттың ішінде сізге такси келеді, сосын ары қаратай діттеген жеріңізге апарып тастайды. Жалпы алдап кетеді, ақшасын көбірек айтады деп уайымдамаңыздар. Ол жерде арнайы таксида счетчиктер орналасқан. Аланиядағы ең әйгілі жағажай Клеопатра жағажайы. Аңыз бойынша, дәл осы жерде Мысыр патшайымы Клеопатра суға шомылған. Алтын құмы мен мөлдір теңізі бұл жерді Түркиядағы ең әдемі жағажайлардың біріне айналдырған. Жағажайдың дәл жанында осындай әдемі Клеопатра паркі орналасқан. Пальмалар мен таза ауа бұл жерді серуендеуге керемет етеді. Теңізден кейін дәл осында келіп, тынығып алуға болады. Флайерстанда бірнеше тарифтік топтама бар. Стандарт, стандарт плюс, комфорт және комфорт плюс. Стандартта тек қол жүгі ғана болса, ал жоғары пакеттерде жол жүк, орын таңдау және қосымша ыңғайлықтар қосылады. Өзіңізге қаншалықты жайлылық қажет болса, соған қарай тарифті таңдауға болады. Ал алдын ала билетті осы тарифтермен ресімдеу әлде қайда тиімді. Толығырақ Флайерстан мобильдік қосымшасында немесе ресми сайтта ақпарат қолжетімді. Достар, бұл жақта күндіз келсеңіздер, мүлдем тып-тыныш, жалпы адам жоқ десем де болады бұл көшеде. Ал кешкісін келсеңіздер, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Вайбы да ерекше, атмосферасы да бөлек. Жалпы бұл жақта адамдар танысып жатыр, билеп жатыр, клубтар ашық, музыка даңғырлап ойнап жатыр. Ал достар, қайырлы таң. Менің ойымша әр күн міндетті түрде дәмді таңғы астан басталу керек. Сондықтан да қазір қонақ үйдің таңғы асына сіздерге кішігірім обзор. Және таңертең міндетті түрде бір стақан капучино ішіп алу керек. Осындай әдемі көрініспен мен қазір таңғы асымды ішетін боламын. Ал ендеше бізге ас болсын. Достар, қайырлы таң. Бүгінгі таңымыз біздің Салы базары атты базарынан бастауын алып жатыр. Жалпы Салы дегеніміз бұл сейсенбі, яғни вторник деген мағынаны білдіреді екен. Бұл базар аптасына бір күн ғана жұмыс істейді, осы әр сейсенбі. Және бұл жерде балық, жеміс жидек барлығы қолжетімді бағада, яғни қала тұрғындары осы жерден өздері саудаласып, үйге керекті азық-түлікті осы жерден алады екен. Бұл жақта енді вайбы, атмосферасы бөлек. Бастысы сауда емес, бастысы атмосфера. Merhaba abi. Nasılsınız? Teşekkürler. Mağan indirim veriyor musun? İndirim. Ya, verir misin? Yes. Adına bak. Teşekkürler. Bağlı git. Sana alabilirim. Аланияға келіп, бұл артында тұрған қамалды көрмей кету меніңше үлкен қателік. Тарихы 13-ші ғасырдан бастауын алған, бұл өзінің тек тарихи архитектурасымен ғана емес, өзінің қалаға деген әдемі көрінісімен бауырап алады. Жалпы бұл жер әр орын, әр локация тарихқа толы десем қателеспеспін. Бекініс тек қабырғалардан тұрмайды. Оның ішінде тұтас көне қала сақталған. Тар көшелер, ескі үйлер және тарихи мешіттер бар.
Төменгі бөлігінде әйгілі қызыл мұнара мен ежелгі кеме жасайтын Алания кеме верфі орналасқан. Бұл бекініс ЮНЕСКО-ның алдын ала мұралар тізіміне енгізілген, яғни оның тарихи маңызы өте жоғары. Кешке қарай бұл жер ерекше атмосфераға бөленеді. Күн батуы Аланиядағы ең әдемі көріністердің бірі саналады. Ал достар, бізде қазір түскі ас. Жалпы көбісі білмейтін ақпарат. Жасымық сорпасы, яғни орысша айтқанда чечевичный сүттің жалпы шығу тарихы бұл Түркия елінен. Түркше бізге атауы Мәржбек сорпашы деп айтты. Қазір дәм тататын боламыз. Сонымен қатар екіншіге көфте тамағы. Жалпы бүгін түрік асханасының дәмін татып жатырмыз. Сонымен қатар көзлеме ішінде сыр, ірімшік және де картоп. Өте дәмді. Алания қамалынан Клеопатра жағажайына ең тез жетудің амалы бұл деген әрине фуникулермен серуендеп түсу. Бұл жақтағы билет құны қазіргі уақытта адам аз кезде, турист аз кезде 200 лираны құрайды, ал жаз айларында 620 лираға дейін көтеріледі екен. Менің ойымша бұл билеттің бағасы осы әдемі көрініс сақтап шығады. Саяхатыңыздың ыңғайлы, жайлы басталуының бірден бір себебі әуежайдан күтіп алған трансферден басталады. Сондықтан да біздің әріптестеріміз Барбаронес трансферлік агенттігі сіздерге екі таңдау береді. Егер де сіздерде мысалы үлкен компаниямен, достарыңызбен, туыстарыңызбен саяхаттайтын болсаңыздар, осындай 16 адамдық автобустары бар. Я болмаса біз азбыз, бізге 5-6 адамға сиямыз десеңіздер, онда 8 адамдық осындай үлкен машиналары бар, комфорт кластағы. Сондықтан да трансфер таңдаудан қателесіп қалмаңыздар. Мен Барбаронес агенттігін өз басым кеңес беремін. Аланияда туристерге арналған ерекше жылыжай бар. Мұнда 100-ден астам түрлі жеміс-жидек өсіріледі. Экзотикалық бананнан бастап, манго мен авокадоға дейін бәрі осы жерден көруге болады. Қазір сондықтан да солардың дәмін татып көрейік. Дегустация бізде. Мераба. Бұл жақтың банандары да ерекше. Қызық екен, дәл теплицада тұрып жеміс-жидектің дәмін көрген. Айтпақшы, бұл бананның сорты арнайы диабетпен ауыратын адамдарға өте пайдалы екен, себебі қанты аз дейді басқа банандарға қарағанда. Папайяның дәмін көрейік. Бұл локацияның ерекшелігі жемістерді тек көріп қана қоймай, дәмін татып, ұнағанын сол жерден сатып алуға болады. Кез келген уақытта білесіздер, түрік шайының орны өте бөлек. Әрине қасында пахлава болса. Өздеріңіз білесіздер, бұл стақандардың аты бардак деп аталады. Бұл жердегі стақан астындағы тәрелкенде өзінің тарихы бар екен. Бұл жақтағы қызыл белгілер жай ғана әдемілік үшін емес. Мысалы, чайды осылай алып қарасақ басқа түсте, ал дәл тарелканың ортасына қойсақ, ол қанық түсте болады және де аппетитті ашады дейді. Ал бізде қазір баклава, яғни десертіміздің дәмін татып көрейік. Фисташкасы төгіліп тұр ғой. Çok güzel. Өте дәмді. Қайырлы таң, arkadaşlar. Бүгінгі таңымыз біздің сафари джип турдан бастауын алып жатыр. Аланияда қалай қызықты уақыт өткізуге болады деген сұраққа бүгін тағы да жауап беретін боламыз. Экстрим сүйетін жандар, бізбен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Сафари турдың алғашқы локациясы Айдоан өзені. Бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай тап-таза таудан ағып жатқан өзен. Бұл жақта адамдар чай ішіп демалып жатыр, суретке түсіп жатыр. Сондықтан да турдың бастамасы күшті. Қазір менің қолымда гөзлеме, бұл ішінде нутелла қосылған, яғни шоколадты және де 2 түрік шайын алатын боламыз. Кішкене жүрек жалға болмасақ болмайды.
Ал біздің қазіргі келіп жеткен локациямыз Сападари шатқалы деп аталады. Қаладан небәрі бір 45-50 км қашықтықта орналасқан бұл локация табиғи ғажап орын. Жалпы бұл жер мыңдаған жылдар бойы су мен желдің әсерінен пайда болған локация, яғни шатқалдар. Судың температурасы әрдайым 10-12 градус, бірақ суықтығына қарамастан туристер суға түсіп жатыр, және су өте таза. Ал жоғары көтерілсеңіздер, әр локация, әр шатқалдың жаңағындай бұрмаланған орындары сіздерге ұнайтынына мен сөз беремін. Ал Сападари шатқалына кірер бетте осындай арнайы киосктан сіздер билет алуларыңыз қажет. Бір ересек адамға билет құны 225 лира, студенттерге 100 лира, және де кішкентай балаларға 8 жасқа дейін оларға тегін. Достар, біздің қазіргі локациямыз келесі жаңағы Сападаридан кейін біз Чөджелер пещерасына келдік. Орта есеппен Аланиядағы үлкендігі бойынша, ауқымдылығы бойынша екінші орында екен. Қазір кішін көрсететін боламыз. Шөжелер, яғни гномдар үңгірі, Алания маңындағы шағын, бірақ өте әдемі үңгір. Ол өз атауын ішіндегі ерекше, аласа әрі тығыз орналасқан сталактиттер мен сталагмиттерден алған. Үңгір ішіндегі ерекше тас құрылымдары оны ертегі әлемінде көрсетеді. Өте әдемі, өте ғажап. Осының барлығы табиғат сұлулығы. Димчай өзені Аланиядағы ең ерекше демалыс орындарының бірі. Қала тұрғындары, туристер жаңағындай қаланың у-шу өмірінен шаршап, ыстықтан қашып келетін локациялардың бірі десем болады. Жалпы бұл жер өте ерекше, неге десеңіздер, өзеннің бойында осындай арнайы судың бетіне тапчан қойылған, келіп, демалып, суға түсуге болады, бассейндері бар, және де отбасыларыңызбен, достарыңызбен уақыт өткізуге керемет орын. Мен неге осындай қырғау-жалақ болып тұр десеңіздер, бізде бүгін экстримнің жалғасы. Біз осындай квадроциклдармен серуендедік. Қазір қалай болған барлығын көрсетемін. Үстімен де әлем болып тұр енді. Бұндай шам болады деп мен күтпедім. Осыдан кейін түрік моншасы қажет болып тұр. Әлем кір болып тұр, әлем. Ал күні бойы мен бүгін джип турмен таулы аймақтар аладым. Сафари турмен өте шам болдым көргендеріңіздей. Сондықтан қазір дене релаксты, яғни демалысты қажет етіп тұр. Қазір мен түрік хамамына келдім. Сонымен қатар бұл жерде тайский массаж бар екен. Қазір біз сіздермен бірге 1 сағат демалатын боламыз. Ал дайын болсаңыздар, бірге демалайық. Достар, білесіздер, Түркиядан қорғол қайту қиын. Бұл жақта менде тәттілер, рахатлықым, кәдесыйлар, үйге алған сыйлықтар. Сондықтан да қазір мен негізі әр саяхатында қол жүкпен ғана саяхаттайтындықтан, қазір мен мобильді қосымшаға кіріп, жол жүкті алдын ала ресімдейтін боламын, өйткені алдын ала бұл әлде қайда үнемдірек. Влогымызды қорытындылай келе, Flyersan компаниясының атынан Барбаронос туристік агенттігіне және де Демонор қонақ үйіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылайша біздің 5 күндік саяхатымызда, біздің қасымызда болып, Аланияның ерекше қырымен ашып, әдемі көрікті орындарын бізбен бірге аралағандарыңыз үшін çok teşekkürler. Ал достар, егерде әуежайдан қалаға қалай жетемін десеңіздер, қала бойынша қайда барамын десеңіздер, сіздерге Барбаронос біздің әріптестеріміз көмектесетін болады. Ал қайда орналасам деген сұраққа жауап дайын, Демонор отель қонақ үйі.
Ал құрметті көрермен, осымен біздің Аланиядағы саяхатымыз өз мәресіне келіп жетті. Қазір әдеттегі дәстүрді бұзбай мен қолымдағы саяхат сертификатын жасыратын боламын. Және келесі кадрмен қайда жасырғанмен бөлісемін. Дәлірек айтсақ, біздің қазынаны табу үшін жағажайдағы порт жаққа бет алыңыз. Портқа өтетін жерде тастар бар. Бөтелкеміз дәл осы тастар арасында өз иесін күтуде. Саяхаттаңыздар, саяхаттаудан шаршамаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегі идеяны келесі қалада кездескенше.